Құлсарыдағы сұмдық жайт. Мектеп оқушысы балтамен қатарластарына жүгірген, екі бала жарақат алды. Оқушы неге сыныптастарына қастандық жасағысы келді? Полиция не айтады? Шымкенттегі шулы оқиға 21 жастағы сталкердің қолынан қаза тапқан Нұрай Серікбайдың оқиғасынан кейін бірқатар шенді қызметкерлер жұмысынан қуылған еді. Шымкент полиция басшылығына жаңа адам келді. Ол қаладағы қылмысты азайта ала ма? Блогер Жаңабыловтарға қатысты жаза қатаңдауы мүмкін. Миллион оқырманы бар желі белсенділері үй қамаққа алыныпты. Олардың курс сатып тапқан барлық мүлігі тәркіленді. Астана басқа да бірқатар қалаларда ауа райы күрт нашарлады. Қар аралас жаңбыр жауып, көшелер көк мұзға айналды. Ақпарда осы жаңалықтарды жинақтап қойдым. Амансыздар ма? Құлсарыда жаға ұстатарлық жайт. Мектеп оқушысы дәлізде өзінің қатарластарына балтамен жүгірген. Оқиға нөмірі 6 Пушкин атындағы мектепте болған. Әлеуметтік желіде тараған видеода қолына ұстаған оқушының мектеп дәлізімен жүгіріп, болжам бойынша өзге бір оқушыны қуа жөнелгені көрінеді. Қуғынға түскен бала сыныптастарының біріне кіріп тығылып қалған. Ал қолында балтасы бар бала болса, бастапқыда екі қатарласын қуғаны анық байқалады. Кейін есік ашылмай тұрғандығын байқап, есік сыртын бірнеше рет соққылап жаралаған. Әлеуметтік желдегі жазбада бұл оқушы 10 сыныпта оқиды делінген, алайда бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ. Зардап шеккендер туралы мәлімет те жоқ. Полиция мен білім беру органдары да аталған оқиғаға қатысты ақпарат жарияламай отыр. Алдын ала мәлімет бойынша қатарластарының арасында жанжал болуы ықтимал. Бұл жайт ұзақ үзіліс кезінде болғандығы анық. Оқиға салдарынан екі оқушы жеңіл дене жарақаттарын алған. Олардың аты жөндері жайлы ақпарат мүлдем жоқ. Хабарлама келіп түскен бойда полиция оқиға орнына жедел жетеді. Ал балалықпен бе әлде қастандық жасау ойында болды ма, жеткіншек дереу мектеп ғимаратынан бой тасалайды. Кейін полиция қызметкерлері ұстаған. Оқушылардың ата-аналары да полиция бөлімшесіне шақыртылды. Істің мән-жайы қазір анықталып жатыр. Аталған дерек бойынша бұзақылық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. 15 жастағы күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, ішкі істер органдарының есебіне алынды. Жинақталған материалдар шешім қабылдау үшін кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі комиссияға жолданады. Сондай-ақ жасөспірімнің ата-анасына қатысты кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамаған үшін әкімшілік іс қозғалыпты. Қылмыстық іс аясында қылмысқа ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы білім беру бөліміне ұсыныс енгізілді. Тергеу қорытындысы бойынша білім беру ұйымының лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ оқу орнының күзету жөніндегі асырылған күзет агенттігі қызметкерлерінің әрекеттеріне құқықтық баға берілетін болады. Естеріңізде болса, Ресейде болған оқиға қоғам арасында резонанс тудырған болатын. 16 желтоқсан көрші мемлекетте үлкен қылмыс болған еді. Мәскеу маңындағы Одинцово қаласындағы орта мектепте 15 жастағы оқушы пышақпен оқу орнына шабуыл жасады. Алдымен күзетшіні жарылап, мектеп дәлізінде оқушыларды қуа бастаған. Оқиғаның салдарынан 5 сынып оқушысы қайтыс болды. Кабил Джон есімді оқушы мұғалімнің сыныпқа кіріп кетуін өтініп, шабуылдаушының назарын өзіне аударған. Алайда сүрініп құлап бірнеше рет пышақ жарақатын алған. Куәгерлердің айтуынша шабуыл кезінде ол әке деп айқайлаған еді. Одан кейін күні кеше Краснояр қаласындағы нөмірі 153 мектепте 14 жастағы оқушы қыз сыныпқа балғамен келіп, сыныптастарын жаралап өртеп жіберді. Осы оқиғаға қатысты ресейлік басылымдардан әртүрлі ақпарат тараған еді. Оқушы қыз мектепке бензин алып келіп, бір оқушының үстінен оны құйып артынша өртеп жіберген. Ал келесі бір басылым қыздың өзге оқушыларға балғамен шабуыл жасағанын жазды. Сондай-ақ қыздардың бірі сыныпқа жанғыш қоспа лақтырғандығын хабарлады. Артынша мәлім болғандай, мектепте шыққан өртті мектеп қызметкерлері өрт сөндірушілер келгенге дейін өздері өшіріп үлгерген. Жалпы бұл қайғылы оқиғадан 5 бала зардап шегіпті. Ең ауыр жарақат алған жартылай жанып кеткен оқушы қыз. Оның арқасы, қолдары, мойны мен басын күйік шалған. Сонымен қатар тағы 2 бала күйік шалып, 2 оқушы бас ми жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Краснояр полициясы да аталған іске қатысты мәлімдеме айтты. Оқушы кабинетке жанған шүберек лақтырып, кейін бірнеше оқушыны балғамен ұрған туралы хабар түскен мәлімдеді. Мұны неге айтып жатыр дерсіз? Сақтансаң, сақтайды деген тәмсіл бар қазақта.
Абырой болғанда Атырау облысындағы жағдайдан қайғылы жайт тіркелмеді. Мектептегі буллинг мәселесін осыған дейін бірнеше мәрте көтеріп келеміз. Жағдай ушықпай тұрып, бұл жайттың алдын алу керек сияқты. Үйдегі ұл қыздарыңызға өте абай болыңыздар. Шымкенттегі шулы Нұрай Серікбайдың ісі. Аталған бойжеткеннің қазасы қоғам арасында қызу талқыланды. Қазір көпшілік бұл істі назарда ұстап отыр. Президенттің ескертпесінен кейін Шымкент қаласындағы полиция басшылары, қызметкерлері жұмыстан қуылғандығын жақсы білесіздер. Сондай-ақ ішкі істер министрінің басшысы Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты қылмыстық толық әрі жан-жақты тергеуді қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Қазіргі уақытта Шымкент қалалық полиция бөлімшелеріндегі кешенді инспекторлық тексеру жүріп жатыр. Сол істен кейін де Шымкентте бірнеше қылмыс тіркелді. Ал бүгін ғана Шымкент қалалық департаментке жаңа басшы келді. Бұл қызметке Мұхтар Қожаев келді. Бұған дейін Шымкент полиция департаменті басшысы қызметін Нұрлан Алмасбеков атқарған болатын. Қазір халық қарындасымызды азаптап өлтірген күдіктіні ең ауыр жаза қолданса деген талабын жеткізуде. Марқұмның жақындары Нұрайдың қазасына қатысты қылмысқа бірнеше бапты қосуды сұрап отыр. Қылмыстық іс аса қатыгездікпен жасалған кісі өлтіру бабы бойынша қайта сараланып жатыр. Бұл бап бойынша 15 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Күдіктіге 3 айып бойынша айып тағылып отыр. 99 баптың 2 бабының 5 тармағы аса қатыгездікпен жасалған кісі өлтіру, 125 баптың 1 бабы некеге мәжбүрлеу және де 1 бабы сталкинг бабы бойынша қарастырылып жатыр. Әлеуметтік желі арқылы танымал болып оқырмандарына курс сатып табысқа кенелмекші болған Жанабыловтардың ісі жаңа арнаға бұрылды. Қаржы мониторинг агенттігінің мәліметінше блогер жұбы Instagram арқылы қаражат жинау мақсатында алаяқтық схема ұйымдастырды деген айып тағылды. Іс материалдарына сәйкес 2025 жылы олар азаматтарға бағалы сыйлықтарға арналған ұтыс ойындарына қатысты мүмкіндігімен курстар ұсынған. Тергеу барысында бұл курстардың нақты құны жоқ екені және кейбір материалдың тегін онлайн ресурстардан алынғаны анықталды. Алайда тексеріс нәтижесінде танымал тұлғалардың ойнатқан курстары төленетін қаржыға мүлден сәйкес еместігін анықтаған. Қазір әкімшілік кодекспен қаралған іс қылмыстық мән тапты. Осы апта Жанабыловтар отбасы үйқамаққа алынғаны туралы ақпаратта келіп түсті. Қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру фактілері бойынша блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеруді аяқтады. Тергеу амалдарына сай, Instagram әлеуметтік желісінде миллиондық аудиторияға ие ерлі-зайыптылар өз жазылушылардың сенімін заңсыз табыс табу мақсатында пайдаланған. 2025 жылы олар онлайн курстарды сату деген желеумен заңсыз схема ұйымдастырған. Атылған курстарды сатып алудың негізгі себебі қымбат сыйлықтар ұтысына қатысу болған. Таратылған бейне материалдар басым бөлігі ашық дерек көздерден, оның ішінде YouTube платформасынан алынған. Есесіне курстың нақты білім беру құндылығы болмаған және олар заңсыз лотерея қызметін формалы түрде жасыру үшін пайдаланылған. Жүлде қоры жеке қаражат есебінен емес, онлайн курстарға ақы төлеген қатысушылардан түскен ақша қаражат есебінен қалыптастырылған. Электронды сәттілік барабанының параметрлерді өзгерту фактілері анықталды. Оның нәтижесінде 5000 теңгелік жүлдені ұтып алу ықтималдығы жасанды түрде арттырылып, ал құнды жүлделерді ұтып алу мүмкіндігі едәуір төмендетілген. Күдіктілер жария түрде ең көп репост жасаған қатысушыларға 11-ші автокөлікті табысталғаны туралы мәлімдеп, акцияның қамту аясын кеңейту және назар аудару мақсатын көздеген. Алайда іс жүзінде жеңімпаз анықталмаған және сыйлық табысталмаған. Нәтижесінде азаматтардан жаңа бизнес жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылауындағы шоттарға түскен қаражаттың жалпы сомасы 247,5 миллион теңгені құраған. Оның 60 миллион теңгесі депозиттік шоттарға орналастырылған. Сот санкциясымен 17 iPhone және Lamborghini Urus пен Lexus LX600 автокөліктерін қоса алғанда 10 автокөлікке тыйым салынды. Күдіктілерге қатысты үйғамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қазіргі уақытта күдіктілер қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Сотталушы ерлі-зайыптылар курс арқылы шамамен 250 миллион теңгеге жуық ақша жинаған. Оның 60 миллион теңгесін депозиттеріне де аударып үлгерген. Сот шешімімен отбасыға тиесілі мүлік, оның ішінде Lamborghini, Lexus көліктері және де Apple маркалы телефоны тәркіленді. Қазір аталған іске қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Бәрін айтты, бірін айт. Ел үшін маңызды бір ақпарат бар. Қазір
ұлт үшін, ел үшін аса бір маңызды кезеңді бастан өткеріп жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Конституциясы жаңаша жазылып, талқыға түсіп жатыр. Осы орайда ел азаматы ретінде бұғып қалуға, пікір білдірмеуге хақымыз жоқ деп білем. Қазір енді қолданыстағы заң несімен жарамай қалды? Неге заң Конституция жазу қажеттілігі болды деген сұраққа мінбердегілер Конституциямен айналысқан комиссия мүшелері нақты жауап берді деп ойлаймыз. Қолданыстағы Конституция билікті орталықтандырды, елге белгілі бір кезеңде тұрақтылық әкелді. Енді егемендік алған елге өз пайдасын тигізді. Алайда уақыт өте бұл модель институттардың әлсіреуіне, билік тармақтары арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуына алып келді. Институттар билікті бір адамға емес, ережеге, заңға және тұрақты механизмдерге байлайтын жүйе болды. Тұлғалар кетеді, институттар қалады. Бұл жерде астын сызып тұрып айту керек бір жайт бар. Халық кеңесі деген. Бұл жаңа ассамблея деп түсінген басында. Сөйтсем, бұл мүлдем басқа институт екен. Ондағы өкілдер түрлі саладан жинақталады. Тіпті заң шығаруға қауқары да болады екен. Енді талқыға түсіп жатқан жаңа заңдағы бірнеше бағыттарына тоқталайық. Бірінші, бір палаталы құрылтай жайында. Басындағы заңға өзгеріс осының келуімен болды емес пе? Қазір жаңалыққа жармасқандай көрінеді, алайда Қазақстан Халық партиясы бұл бастаманы 3 жыл бұрын көтерген екен. Тіпті сайлау алды бағдарламасына да қосқан. Бір сөзбен мұның тиімділігін алдын ала болжады. Құрылтайға депутаттардың саяси партиядан сайлануы тіптен бұл бастаманы айқындап берді. Саяси партиядан құрылтайға депутаттардың өтуі бұл әлеуметтік мәселелерді кеңінен естуіне, дереу шешілуіне көмектеседі. Өйткені кез келген партияның өз бағдарламасы, аналитика, зерттеу, талдау жасап отырған адамдары бар. Бұл партиядан сайланатын депутатқа кәсіби жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Халық партияның жақтастары бүгін арнайы дебат өткізді. Мен де бұл пікір сайысқа қатысып, өз ойымды жеткіздім. Конституция бойынша пікір алмасып, өз білгенімізді жеткізіп көрдік. Сөз басында елге бір палаталы парламент керек деген Халық партиясы алғаш ұсынғандар дедім ғой. Мүмкін ол кезде енді заңды қабылдауға мемлекет дайын болмағанда шығар. Бірақ бір анық дүние бар. Бұл партиядағы мыңдаған адамның ойынан пісіп шыққан дүние. Өйткені бір адам қателесуі мүмкін, ал көптің қателесуі мүмкін емес. Жаңа заң жобасы қазір қоғамда қызу талқыланып жатыр. Қазірдің өзінде өтініш порталы арқылы ел азаматтарынан осы заң жобасына қатысты 4000-нан астам ұсыныс келіп түскен. Сіз де өз пікіріңізді астына жазыңыздар. Ата заңның басты преамбуласы да осы емес пе? Азаматтық ойды жеткізу. Астанада және еліміздің бірнеше өңірінде ауа райы күрт құбылды. Жаңбыр аралас қар жауып, көктемнің шуағы сезіле бастағанда қала әппақ қарға оранды. Жаңбыр мен үдеткен желдің салдарынан көшелер, республикалық маңызы бар жолдар көктайғаққа ұласты. Қазгидромет мамандары елдің барлық өңірлерінде осы күндері күн райы құбылайтынын ескертті. Оңтүстік, солтүстік, орталықта қар жаууы ықтимал. Сондықтан осы күндері алысқа сапарға шықсаңыздар, ауа райын бір қарап қойыңыздар. Бұл ең бірінші өз қауіпсіздігім үшін аса қажет. Тағда бірер ақпарат болсын, 3 жылдан кейін елде қысқы Азия ойындары өтеді. Спорт ойындарын өткізу үшін Алматы қаласы таңдалыпты. Тиісті құжатқа Милан қаласында қол қойылды. Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин мен Азия олимпиадалық кеңесінің басшысы мәртебелі шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани кездесіп тиісті құжатқа қол қойды. Ұлттық олимпиадалық комитетінің хабарлауынша, оңтүстік мегаполисте спорттық және қалалық инфрақұрылымын толық қалыптасқан. Осы факторлар қалаға ауқымды қосымша жұмыс жүргізбей-ақ кешенді халықаралық жарыстарды өткізуге мүмкіндік береді дейді. Осыған дейін біздің құрама ойыншыларының спорттық киім үлгісі де қатысатын адамдардың тізімінде шыққандығын білесіздер. Спорттағы саңлақтар қазірден бастап қабілеттерін жетілдіріп жатыр. Ақпарда жинап қойған ақпараттарым осы болды. Ел іші тыныш болсын.